Бұл Айгүлдің өмірін толыққанды сүруге шешім қабылдаған алғашқы күні болды. Жетеді, мен әйелмін, маған небәрі 35 жаста, мен бақытқа құқығым бар деп ойлады. Ол компьютерде туристік агенттіктің сайтын ашып жатып. 3 жылдан бері алғаш рет ол өзін біршама босатып, ұлымен бірге бір аптаға жылы жаққа демалуға рұқсат берді. Әр түрлі турлардың түрлі түсті суреттері көз алдынан өтіп жатты. Ол ұзақ таңдай алмады, бәрі бірден қалады. Турциядағы, Мысырдағы және ресейлік туристердің жиі баратын басқа да 7 рет тапталған елдердегі бәрі қосылған турларды шексіз ақтарып шығып, Айгүл отандық курорт Сочиге тоқтады. Ол студент кезінде Сочиге жиі ұшатын. Алғашында құрбылармен, кейін отбасымен, ұлы Нұрланмен және күйеуі Ерланмен бірге. Ерлан Айгүлді 25 жасында кездестірді. Сымбатты, бай, әдемі, жас жігіт, иегінің астындағы меңі бар. Қыз бірден өзін ұмытып, өмірін осы адаммен байланыстыруға шешім қабылдады. Алғашқы кезде бәрі арзан романдардағыдай болды. Саяхаттар, гүлдер, шексіз бақыт, бала. Бірақ Нұрлан дүниеге келгеннен кейін 1 жыл өткен соң бәрі біртіндеп өзгере бастады. Ерлан жұмыстан уақытында келмей, түн ортасына дейін отыратын болды. Күйеуінің сапарлары ай сайынғы саяхатқа айналды, әдетте оңтүстік елдерге. Айгүл махаббат қатынасы туралы ойды батыл түрде өзінен қуып жіберуге тырысты. Бірақ Ерлан әр жолы жаңа сылтаулар бере берді. Әңгімелесу еш нәтиже бермеді, күйеуі бәрін бірден жоққа шығарды. Сонда да Айгүл оны сүйе берді. Ол Ерланнан үйде жиі болуды, ең болмаса Нұрлан үшін сұрады. Бірақ күйеуі ұлына да ерекше көңіл бөлмеді. Тек ақша беріп жоғалып кететін. Бір кеште ол тағы жоғалып кетті. Бірақ бұл жолы мәңгілікке. Айгүл әр күн сайын сол қайғылы күнді ойында қайталап, әр минутын есіне түсіретін. Алғашында жылады, кейін көз жасы таусылды. Ол ұлына отчаяние мен қайғысын көрсетпеуге барынша тырысты. Әкесі әлі де ұзақ сапарда деп айтып жүрген. Кеше Айгүл осы сценарийді басында соңғы рет қайталайтынына берік шешім қабылдады. Сол ақпан кешінде Айгүл 3-ші күн қатарынан қолында телефон мен пәтерді аралап жүрді. Ерлан Сібірге сапарға кеткен және 3 тәулік бұрын қайтуы керек еді. Телефоны өшірулі, хабарламаларға жауап жоқ. Анашым, неге сонша қайғылысың? Деп сұрады 5 жасар Нұрлан. Жоқ, мен қайғылы емеспін. Неге әлі ұйықтамадың? Бала күрсініп бұрылып өз бөлмесіне қарай беттеді. Нұрлан әкесіне бірдеңе болғанын білмеді. Ерлан ұлымен өте сирек сөйлесетін, соңғы жарты жылда мүлде бөлмесіне кірген емес. Сондықтан әкесінің жоқтығы бала үшін әдеттегі балалық өміріне еш өзгеріс әкелмеді. Айгүл күйеуі жұмыс істейтін фирмаға қоңырау шалды. Ерлан олардың Сібірде жаңа өндіріс ашып жатқанын, сондықтан ұшып кету керектігін айтқан. Қыз фирманың бас директормен байланыс алды. Қайырлы күн, Әлібек Әбдірахманұлы, деді ол толқып. Бірнеше рет фирманың корпоративтік шараларында болғандықтан директормен таныс еді. Күйеуімнің іс сапары туралы білгіңіз келеді. Оларда бәрі қалай жүріп жатыр? Мен Ерланға қоңырау шала алмай жатырмын, ол үйге қайтуы керек еді, 3 күн болды. Қандай іс сапар? Таңғалды директор. Айгүл, сіз не туралы айтып тұрсыз? Бізде Иркутскіде ешқандай зауыт ашылмайды, және жоспарда да жоқ. Ерлан маған 2 аптаға өз есебінен демалысқа кететінін ескерткен. Демалысқа рахмет, деп сыбырлады Айгүл және қоңырауды үзіп тастады. Ол баяу диванға отырып бетін 2 қолымен жапты. Ерланның өтірігі бұл жолы барлық шектен асты. Егер бұрын ол бірдеңемен жамылып алатын болса, енді күйеуі жай ғана үйге қайтпай, телефонды өшіріп тастаған. Мұндайды төзімділікпен көтере беру намысқа тиетін нәрсе еді. Әрине, алғашқы махаббат қатынасының белгілерінен бастап кету керек еді. Бірақ Нұрлан үшін Айгүл қалды. Ерлан балаға қамсыз өмір, білім, саяхат бере алатын. Ал одан кетсе, баланы жалғыз өсіріп, жұмыс істеп, қанша уақыт шыдай алатыны белгісіз еді. Және Нұрланға қалай әсер ететін еді, бірақ бұл жалғыз себеп емес еді. Айгүл әлі де Ерланды сүйетін, оның жиіркенішті әрекеттеріне қарамастан. Бірақ қазір өзін жеңу керек.
Жетет төмендікке түсу. Көп әйелдер кететте бірнеше баланы жалғыз тәрбиелейді. Ал Нұрлан мен Айгүл сөзсіз жеңеді. Осы ойларда телефон қоңырауы бөлді. Неге екені белгісіз Әлібек Әбдірахманұлы қайта қоңырау шалды. Айгүл, бұл мен тағы. Жалпы, маған қоңырау шалды. Иә, Ерлан шынымен Сібірде. Бірақ зауытта емес, директор тез және сенімсіз сөйледі. Менің ойымша, мұны телефонмен айтқан дұрыс емес. Мен қазір сізге келе аламын ба? Айгүл келісті. Ол тез арада пәтерді ретке келтірді де Әлібекті күтіп отырды. Фирма кеңсесі үйден 10 минуттық жерде болғандықтан көп кешікпей есік қоңырау шықты. Сәлемдескен соң директор пәтерге кірді. Екеуі диванға отырып 15 секундтай үнсіз қалды. Директор сөз таба алмағандай көрінді. Айгүл, деді ол ауыр күрсініп. Жалпы Ерлан Еркеш Иркутскіге, Байкалға барған. Снегоходпен мұз үстінде жүруге. Олар жиі барады. Ерлан достарымен бірге. Айгүл күйеуінің жеке өмірі туралы жаңа ақпаратқа таңғалып жатты. Бірақ мәселе онда емес. Сіз қоңырау шалғаннан кейін бірден кабинетіме бір әріптес кірді де Иркутскіден келген мәліметті жеткізді. Қазір аздап жылыну болған, сондықтан снегоходпен жүру қауіпті. Бірақ Ерлан бәрібір мұзға түскен және не болды? Шыдай алмай сұрады Айгүл. Ол мұзға түсіп құлады. Бірақ бұл Байкалдың өзінде емес, жанындағы өзенде болған. Онда қатты ағыс бар екен. Сондықтан Ерланның денесін әлі таба алмады. Құтқарушылардың айтуынша тірі қалу мүмкіндігі жоқ. Айгүлді біреу балғамен басқа ұрғандай болды. 15 минут бұрын ол Ерланды қарғап, одан кетуге берік шешім қабылдаған еді. Ал енді ол қайтыс болғанын біледі. Айгүл алдындағы бос кеңістікке қарап тұрды. Көне мылқау кино сияқты өмірлерінен кадрлар көз алдынан өтіп жатты. Әлібек Әбдірахманұлы ас үйге барып, әйелге бір стақан су әкелді. Мен уәде беремін, деді директор. Фирма сізге мұра және барлық заңдық мәселелерде көмектеседі. Бірақ денесін таппаса қалай? Кенет тірі шығар. Мұндай жағдайлар болады. Денесін таппаса да адамды қайтыс болды деп тануға болады. Мен сіздің қабылдағыңыз келмейтінін түсінемін, бірақ маған Ерланның құтқарылу мүмкіндігі жоқ екенін растады. Айгүл енді директордың не айтып тұрғанын тыңдамады. Көз жасы екі бетінен ағып жатты. Ол енді қалай өмір сүретінін түсінбеді. Біршама өзін ұстап алған соң директорды шығарып салды да ас үйге отырды. Анашым, неге жылап тұрсың? Айгүл Нұрланның ас үйге кіргенін байқамапты. Жоқ, мен жылаған жоқпын, көзім суланып тұр. Сен неге әлі ұйықтамадың? Мен сенің біреумен сөйлескеніңді естідім. Ол кім еді? Ол әкеңнің жұмысындағы ағай. Әке қайда? Айгүл үнсіз қалды. 5 жасар балаға әкесінің қайтыс болғанын қалай айтады? Ол көкке ұшып кетті деп айтуда қаламады. Сондықтан ол біраз уақытқа созуды шешті, бала қайта сұрағанша. Әкең әдеттегідей саяхатта. Тек бұл жолы ұзағырақ кідіреді. Ол жақта не істейді? Нұрлан сол жастағы балалар сияқты сұрақтан сұрақ туады. Ал қазір Айгүлге осы сұрақтарға жауап беру өте қиын еді. Ол жаңа әлемдер ашып жатыр, тауларды, көлдерді, теңіздерді аралайды. Жалпы жұмыс істейді әрі саяхаттайды. Мен де жаңа әлемдер ашқым келеді. Өскенде бәрін ашасың. Ал қазір ұйықтау керек. Адам ең көп ұйқыда өседі. Неғұрлым ерте жатсаң, соғұрлым тез өсесің. Жүр, бар, төсегіне жат. Бала есікке беттеді, бірақ кенет тоқтап, бұрылып сұрақ қойды. Ол Ерланның барлық сапарлары кезінде бірде-бір рет сұрамаған сұрақты. Әке қашан қайтады? Айгүл әрең шыдай алды, жылап жібермеді. Өте ұзақ уақыттан кейін. Оның саяхаты қиын әрі ұзақ. Жаңа әлемді бір аптада ашу мүмкін емес, өзің түсінесің ғой. Нұрлан басын изеп те бөлмесіне кетті. Бірнеше жылдан бері алғаш рет Айгүл күйеуінің балаға іс жүзінде көңіл бөлмегеніне аздап қуанды. Егер Ерлан мейірімді, назар аударатын әке болса, қазір не деп түсіндірер еді?
Ал қазір бала біраз уақыттан кейін әкесін ұмытып сұрамайтын шығар. Әрине, жылдар өткенде Нұрлан жасөспірім болғанда шындықты айтуға тура келеді. Бірақ ол кейін. Қазір бастысы баланың психикасын сақтау, оны мазасыз жаңалықпен жүктемеу. Бірақ өзі қалай болады? Сатқындық, екінші өмір, Ерланның басқа қылықтары оның қайғысын жеңілдетпеді. Айгүл әрқашан күйеуін сүйетінін білген. Бірақ қазір бұл сезім әсіресе күшті еді. Ол психологиялық тұзақта қалғандай болды. Егер Ерланнан кетуге шешім қабылдаған сәтте Айгүл ашу мен реніш арқылы сезімін басып тастай алатын болса, енді мұны істей алмайды. Өмірден кеткен адамға ренжу, ашулану мүмкін емес. Оның сатқындықтары жадынан өшіп қалғандай. Ол тек жақсы сәттерді есіне алды, олардың көбі бірлескен өмірдің басында болған. Айгүл бөлмеге шығып сөреден отбасылық альбомды алды. Бірнеше бет ақтарған соң Ерлан екеуі Кавказда снегоходта отырған суретті көрді. Сол кезде күйеуі барлық саяхаттарына, іс-сапарларына оны ертіп жүретін, соның ішінде снегоходпен жүруге де. Ол нағыз кәсіпқой еді, көзін жұмып та жүре алатын. Қалайша ол мұндай қорқынышты жағдайға жол берді? Бұл оған мүлде ұқсамайды деп ойлады Айгүл көз жасын сүртіп. Жоқ, ұқсамайды. Денесін тапқанша күтемін. Мен бұған сенбеймін. Ол альбомды жауып тастады. Бірнеше минутқа өзін ұстап сабырлы бола алды. Бірақ қайтадан қатты өкініш сезімін сезді. Истерика ұстауын ұлының тыныштығын ойлап қана тоқтата алды. Ол бір жерге жүгіріп барып, қоңырау шалып, айқайлап, дабыл қағып, іздеуді жалғастыруды талап еткісі келді. Әлібек Әбдірахманұлына қайта қоңырау шалғысы келді, бірақ дер кезінде тоқтады. Бұл іздеуге еш әсер етпейді. Ерланның снегоходты жақсы жүргізетінін айтып, оның сондай қарапайым өліп кетуі мүмкін емес деп біреуді сендіру ақымақтық. Ол тағы өзін ұстады да диванға отырды. Айгүл отырып, ештеңе ойлай алмай қалды. Тезірек ұйықтап, әдеттегідей оянуды қалады. Жұмысқа асығып бара жатқан күйеуінің сау бол деп сыбырлап, бірнеше күнге жоғалып кетуін көргісі келді. Ол валерьянка тамыздыда жатты. Бірақ ұйқы келмеді. Айгүл ойында үміттену және күту дегенді қайталап жатты. Ол Ерланды отбасыдан шығаруға дайын еді, бірақ өмірден шығаруға жоқ. Валерьянка әсер ете бастады, және Айгүл ақыры ұйықтап кетті. Күн өткен сайын үміттену және күту ойы сирек естілетін болды. Ерланды ресми түрде қайтыс болды деп таныды. Денесін әлі таппаған болса да. Әлібек Әбдірахманұлы сөзінде тұрды. Әлібек Әбдірахманұлы уәдесінде тұрды, мұраны рәсімдеуге көмектесті, материалдық қолдау көрсетті, Айгүлді фирмадағы қашықтан жұмысқа орналастырды. Айгүл бала тәрбиелеу мен өмір сүруге қажетті қаражат табуды біріктіре алды. Бірақ күйеуінен қол үзе алмады. 3 жыл бойы нақты траур ұстады. Демалыс пен ойын сауықтан бас тартты, тек ұлымен сөйлескенде ғана күлді. Нұрлан оның өмірдегі жалғыз мәні болып қалды. Сөйтіп 3 жыл өтті. Интернет сайттың бір бетінде мейірімді күлім деген қыз бір қолында билеттерді, екіншісінде бүкіл отбасыға бақытты демалыс деген жазуы бар тақтайшаны ұстап тұр еді. Айгүл ауыр күрсінді де сатып алу түймесін басты. Нұрлан, қарашы. Бір аптадан кейін Сочиге демалуға ұшамыз, 7 күн. Деді Айгүл қатты дауыспен. Ол ұлымен бірге саяхатқа шығуды жоспарлады. Жинау тек заттарға ғана емес, психологиялық тұрғыдан жаңа өмірді, жаңа бейнені қабылдауға байланысты еді. Ол енді күйеуі алдымен жылдар бойы алдап, кейін қайғылы оқиғада қайтыс болған әйелдің бейнесі емес, толыққанды өмір сүретін әйел болатын. Уақыт өте жылдам өтіп кетті, Айгүл бір апта өткенінде байқамады. Әуежайға шығу уақыты келді. Әуежайға жетіп күту залында отырғанда Айгүл соңғы рет 5 жыл бұрын Ерланмен бірге осында болғанын есіне алды. Сонда олар ұлын әжесіне жіберіп, өздері бір аптаға Түркияға демалуға барған. Естеліктер қайтадан бас көтерді, бірақ Айгүл оларды қуып жібере алды. Ол Нұрланның қолынан ұстап, адамдардың шексіз ағында ұшу аймағына қарай беттеді. Қонатын жерге жақындағанда адам азайып, олар ұлы мен гидтің дәл қасында отырды. Айгүл өз рейсіне күтіп отырған жолаушыларды қарады.
Көпшілігінің көңіл-күйі көңілді демалысқа бара жатқандары анық. Жастар тобы интернеттен алған видеоға күліп ойнап жатыр. Екі қарт әйел әуежайдағы стендтерде тұратын газеттерді ақтарып отыр. Бірнеше қатар алда 45-50 жас шамасындағы ер адам кең шляпа мен көзілдірік киіп, қасындағы боялған сары шашты қызбен отыр. Ер адамның жасын анықтау қиын, ол қызына қарай бұрылып, басын сәл еңкейткен, сондықтан бетін шляпа толық жауып тұр. Ол бірдеңені ынтамен әңгімелеп жатыр, бірақ қыздың түріне қарағанда қызығушылық танытпай телефонға үңіліп, ештеңеге мән бермей отыр. Айгүл шляпа киген адам мен оның серігінің қызықты қарым-қатынасын бақылауды тоқтатып, өзі телефонға ауысты. 15 минуттан кейін диктор қыз қонуды жариялады. Айгүл мен Нұрлан орындарына жетті. Бала терезе жаққа отырды, анасы қасына. Нұрлан, бұл сенің саналы түрде алғашқы ұшуың ғой, деді Айгүл қуанып. Соңғы рет олар ұшақпен ұшқанда Нұрланға 2 жаста болмаған. Өте керемет, анашым. Біз бірге ұшып жатырмыз. Сен өткен жол ұшқаныңды есіңде сақтамайтын шығарсың, деп сұрады Айгүл, және бірден өкініп қалды, мұндай сұрақ қоюдың қажеті жоқ еді. Бала ойланып, иллюминаторға қарады. Жоқ, ештеңе есімде жоқ. Айгүл жеңіл дем алды. Ол Нұрланның жадында әкесіне қатысты бірдеңе қалмағаннан қорқатын. Соңғы 3 жылда бала әкесін дерлік еске алмаған, тек алғашқы кезде жаңа әлемдерді зерттеу сапарлары туралы сұраған. Айгүл әр жолы ойдан шығарып әңгімелер айтатын. Әкесінің тобы ауа райына байланысты қалып қойған, керемет адамдар кездірген. Ертегі сияқты нәрселер. Нұрлан өсіп, сұрақтар азайды. Соңғы 1,5 жылда бірде-бір рет сұрамаған. Бірақ Айгүл әлі де алаңдайтын, сыныптастарының бірі әкесі туралы айтып қойса ше. Бақытымызға орай, ондай болмады. Мүмкін Айгүл Нұрланның достарының аналарымен таныс болғандықтан, олар балаларына Даняның қасында әке тақырыбын көтермеуді сұраған шығар. Немесе жай ғана бақытты болған шығар. Бірақ алдағы жылдары ұлымен байыпты сөйлесуге тура келетінін түсінді. Психологқа да барып қалай айтқан дұрыс екенін сұраған, бірақ қолайлы әдіс таппады. Анашым, қарашы, біз бұлттардың үстіндеміз, деп таңырқады бала ұшуды. Айгүл ұлына қарап, Ерлан, өзі және Нұрлан бірге ұшқан сапарды есіне алды. Сонда бала әкесінің құшағында отырып, тыныш терезеге қараған. Басқа балалар айқайлап жатса, Нұрлан тыныш отырған. Айгүл сол сәтте отбасылық бақытқа қуанған, мұндай ұшу соңғы болатынын ойламағандай еді. 1,5 жылдан кейін олар Ерлан екеуі демалуға ұшқан, бірақ Нұрлансыз. Ол кезде қарым-қатынаста алғашқы түсінбестіктер, күдіктер басталған. Сол сапардың мақсаты жақындасу болатын, бірақ керісінше одан кейін бәрі құлдырап кетті. Айгүл стюардесті шақырып су сұрады. Ол естеліктерге оралғысы келмеді, бірақ жады оған жаман әзіл ойнады. Айгүл қайтадан қиналды, өзіне ренжіді, жаңа өмір бастау туралы өз шешімін бұзған үшін. Бірақ ештеңе етпейді, қайтадан көруге болады. Ол суды ішіп көзін жұмды да ұйықтауға тырысты. Анашым, анашым, туалетке барғым келеді, деп оятты ұлы. Жүр, апарып салайын. Жоқ, анашым, мен өзім бара аламын. Маған 8 жас, әуежайда тәте көрсеткен, қажет болса сұраймын. Қандай ақылсың сен менің, деді Айгүл, және ұлын жолға шығарды. Ол Нұрланды көзімен шығарып салды. Бала сенімді түрде ұшақтың алдыңғы жағына беттеді. Стюардесса оны қарсы алып, туалетті көрсетті. Айгүл ұлының жеткенін көрген соң терезеге қарады. Ұшақ биіктікке шығып тегіс ұшып жатыр еді. Бірақ 1 минуттан кейін командирдің дауысы естілді. Құрметті жолаушылар, командир сөйлеп тұр. Біз турбуленттілік аймағына жақындап келеміз. Ұшақ аздап шайқалуы мүмкін. Сабыр сақтаңыздар, жағдай қалыпты, 1 минуттан кейін бітеді. Пилот сөзін аяқтамағанда ұшақ шайқалып кетті. Нұрланым, балам менің, деп ойлады Айгүл. Ол қорқып кетеді. Ол орнынан тұрып туалет жаққа барғысы келді, бірақ арт жақтан әйел дауысы естілді. Қызым, отырыңызшы, турбуленттілік аймағындамыз, қауіпсіздік ережелері бойынша. Стюардесса Айгүлді орнына отырғызғысы келді, бірақ ол: менің ұлым сол жақта, өтуім керек. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады.
Сол сәтте Нұрлан туалеттен шықты. Ол тыныш қарай беттеді, бірақ кенет тоқтап, сәл тұрды да, жылдам жүріп келе жатты. Жақындағанда Айгүл ұлының бозарып, қорқып қалған бетін көрді. «Анашым», деді ол дірілдеген дауыспен. «Нұрланым, не болды?» Бұл турбуленттілік ештеңе қорқынышты емес. Айгүл кенет шайқалу қорқытты деп ойлады. «Анашым», деп қайталады Нұрлан сыбырлап. Ол жақта әке отыр, бір тәтемен бірге. Айгүл ұлын тез орнына өткізді. «Балам, не деп тұрсың? Саған солай көрінген шығар». «Жоқ, мен нақты көрдім. Тек шашы басқаша, бірақ сол өзі. Барып көр. Сен ұзақ шудан шаршадың шығар, ұйықташы. Креслоңды артқа түсірейін». «Маған сенбейсің бе?» «Неге сенбеймін, сенемін. Жай ғана жерде миллиондаған адам бар, кейбіреулері өте ұқсас болады. Сен ұқсас біреуді кездестірдің шығар». «Мен нақты білемін, сол еді», деді бала қолын бүгіп терезеге қарап отырды. Айгүл ұлын сендірудің пайдасыз екенін түсінді. Өзі де тыныш, еркін сөйлеуге тырысып жатыр. Іштей Нұрландан да қиналып. Ол өзін-өзі сендіруге тырысты, Ерлан ол жақта отыра алмайды. Мүмкін балалық шудағы естеліктері оянған шығар, сондықтан әкесі ұшып бара жатқандай көрінген. Оны тексеру оңай еді, тұрып, туалетке барып қайту жеткілікті. Бірақ Айгүл батылдыққа бармады. Кенет ұқсас адам болса ше? Ол оны толықтай құлатып кетуі мүмкін. Қалған ұшу бойы Айгүл орнынан тұрмады, тіпті басын жолға бұрғысы келмеді. 1,5 сағаттан кейін ұшақ қонуға кірісті, 20 минуттан соң қауіпсіз қонды. Жолаушылар орнынан тұрып, заттарын ала бастады, ұшақ әлі тоқтамағанда. Айгүл әрқашан асығатындардың қатарында емес еді, сондықтан 5 минут бойы тұрғысы келмеді. Ол отырып, есік ашылып, көпшілік шыққанша күтуді шешті. Айгүл тыныш отырып, адамдарды бақылады. Сол кезде алдыңғы қатардағы бір адам тұрып, заттарын алды. Айгүл бірден түсінді, Нұрлан осы адамды әкесі деп қабылдаған. Шынымен де өте ұқсас. Беті сәл дөңгелектеу, шашы қысқа. Ол шляпасын шешіп алғанда иегінің астындағы меңді көрді. Бұл мүмкін емес деп ойлады Айгүл. Бұл түс, абсурдтық кездейсоқтық, сәйкестік. Сенгім келмейді. Бұл ақымақтық. Ол дірілдеп тұрды, эмоциясын жасыру қиын еді. Бірақ ол үшін ұстады. Ер адам шляпасын қайта киді, сары шашты қыздың қолынан ұстап жолға тұрды. Шляпа қайтадан бетін жауып тастады. Адамдар шыға бастады, біраз уақыттан кейін Айгүл де тұрды. Ол әдеттегіден ұзағырақ күтті, сол адаммен кездеспеу үшін. Ұшақтан шығып телетрап арқылы түскенде Айгүл тіркеу стойкасындағы әуе компаниясы қызметкерінің қасына барды. Ол басқа рейске жауапты екенін білсе де, эмоциясын шығару керек еді. «Кешіріңіз, менімен бірге ұшқан бір адам бар ма екенін біле аламын ба?» «Кешіріңіз, мен басқа рейске күтіп тұрмын, бірақ теориялық тұрғыдан дерекқорды аша аламын». Жеке деректер туралы заң. Мен сізден өтініп тұрмын, жағдайымды түсініңіз. Айгүл қыздың құлағына еңкейіп, Нұрлан естімес үшін сыбырлады. Менің күйеуім бірнеше жыл бұрын із-түссіз жоғалып кеткен еді. Қыз алдымен Айгүлге, сосын Нұрланға қарады. Баланың көзқарасы оның принциптілігін жеңді шығар, ол ереже бұзды. Экранда бірдеңе терді де. Толық аты жөнін айтыңыз. Краснов Ерлан Львович. Сіздің рейсіңізде ондай адам жоқ. Өте өкінішті. Енді кетіңізші, және мен не істегенімді ешкімге айтпаңыз. Әрине, кешіріңіз, деді Айгүл абдырап. Ол Нұрланның қолынан ұстап баяу багаж алу залына беттеді. Айгүл қаратаспаға қарап тұрды, чемодандар баяу жүріп жатыр. Көзінің қиығымен шляпа киген адамды тағы көрді, ол багажын алып, серігімен шығуға бет алған.
Қандай жақсы, бұл ол емес деп ойлады Айгүл. Әйтпесе не істер едім? Мұндай сәйкестіктер болады екен. Бірақ мен жоқ, мұның бәрін тез ұмыту керек және демалысқа бейімделу. Багажды алған соң ана мен бала әуежайдан шығып таксимен қонақ үйге жетті. Нөмір ұнады, терезеден теңіздің керемет көрінісі ашылады. Айгүл балконға шығып терең дем алды да бүгінгі оқиғаны ойша босатты. Жаңа өмір жалғасуда. Алда көп күн демалыс, күн теңіз. Ешқандай кездейсоқ кездесулер маған кедергі жасай алмайды деп ойлады. Ол бөлмеге кіріп кең төсекке жатты. Алғашқы 3 күн демалыс Айгүл мен ұл үшін тамаша өтті. Ауа райы жақсы, жағажайларда әрқашан бос лежактар бар. Тек түнде кейде көршілердің ұрысқаны естіледі, бірақ бұл екеуіне де ұйқыға кедергі етпеді. Кешке Айгүл балконда тұрып теңізге қарағанды ұнататын. Бұл оның күнделікті медитациясы сияқты, батып бара жатқан күнге қарап тынышталатын. 4-ші күннің кешінде Айгүл әдеттегідей балконға шықты. Сол күні бұлтты болды, күн батуын тамашалау қиын еді. Айгүл кетуге ыңғайланып тұрғанда, төменгі қабаттағы нөмірдің тұрғындары балконға шықты. Олар жоғары дауыспен сөйлесіп жатты. Айгүл түнде ұрсатын жұп екенін түсінді. Ақшадан басқа тағы не қызықтырады сені? Деп қатты сұрады ер адам. Әрине, қызықтырады. Бірақ алдымен мені қамтамасыз ету керек. Деп айқайлады қыз жауап ретінде. Айгүл қалуға шешім қабылдады. Ол подслушиватты ұнатпайтын, бірақ бұл жолы қызықты болды. Жас қыздың наглости қаншалықты деңгейге жетеді екен. Сонымен қатар ер адамның дауысы таныс көрінді. Мен сені қамтамасыз етпеймін бе? Деп жалғастырды ер адам. Сен мазақ етіп тұрсың ба? Сен мені осы бүргелер мекен еткен Сочиге әкелдің. Маған Кипр, Мальдивтер, Бали керек, түсінесің бе? Бірақ Дариға бұл бүргелер мекен емес, 4 жұлдызды қонақ үй ғой. Сені бұрынғы папиктерің Мальдивтерге апарғаны оларға тек денең керек болғандықтан. Ал саған басқа не керек? Әрине, басқа да керек. Мен сені бірдеңеге үйретемін, түсіндіремін, сәл болса ақылды еткім келеді. Қандай занудасың? Жас жігіт сияқтысың, бірақ душный қарттайсың. Мен қартпын ба? Жақсы. Ер адамның дауысы сәл бәсеңдеді. Бірақ саған құпия ашайын. Сен де жасарып жатқан жоқсың. Жылдар өте келе саған бай еркектер жүгіретін себебің жоғалады. Не қалады? 40 жастағы әйел, миы 12 жасар қыздікі. Айгүл қатып қалды. Ер адам дауысын төмендеткенде ол түсінді, бұл оның күйеуі Ерлан. Оны ешкіммен шатастыруға болмайтын. Ол бірден танымаған, себебі Ерланды ешқашан айқайлаған күйде көрмеген. Олардың барлық ұрыс-керісі тыныш немесе үнсіз өтетін. Кейде үнсіздік айқайдан да қатты әсер етеді. Ерлан мен Айгүлдің некесінде екеуі де осыны түсінетін. Бірақ төменгі қабаттағы ер адам не қалады? Дегенде Айгүлде күмән қалмады. Бұл Ерланның сүйікті сөзі еді. Ол кез келген дау-дамайда, күрделі әңгімеде осыны қолданатын. Қазір маған қарсы шықсаң, не болады, не қалады? Деген мағынада. Бірақ бүгінгі әңгімелесушіге бұл әсер етпеген сияқты. Ол қатты күлді. Не деп тұрсың өзің? Мен 40-та барлық бұрынғы және болашақ қыздардан әдемірек боламын. Деп күліп балконнан шығып есікті қатты жапты. Ерлан сияқты еркек тағы бір аз тұрды, есікті ашып бірдеңе айтып бөлмеге кірді. Айгүл шокта болды. Ол әлі де сол дауысты тыңдағысы келді, нақты сенімді болу үшін. Нұрлан, мен іске шығамын, жақында қайтамын, деді ол ұлына. Балконнан шық. Ол есікке беттеді, коридорға шығып лифт шақырды. Лифті өте баяу келді, сондықтан Айгүл баспалдаққа жүгіріп бір қабат төмен түсті. Сол нөмірді тапты, олардың нөмірінің дәл астындағысы. Әдептілікті ұмытып құлағын есікке қойды. Әйелдің қызығушылығы қаншалықты апатқа апарады. Жұп әлі ұрысып жатыр еді. Сен менің кетіп қалмайтыныма сенімдісің бе? Қайда кетесің, Дариға? Сочиде бай еркектер жоқ па? Сенен байрақтар табылады. Кейін сөздеріңе өкінесің.
Бірақ маған бәрібір. Кеткің келсе кет, кімге керек болса соған. Сен және сенің еркектерің маған қызық емес. Қандай қорлықты қарт кедейсің. Алғашқы болып маған келесің, тізе бүгіп кешірім сұрайсың. Сен не ойласаң ойла. Ешкім саған жорғалап келмейді. Тағы бір принцесса табылды ма? Егер жорғаламаса, қош бол. Деді қыз, және қатты қадамдап есікке беттеді. Айгүл әрең үлгеріп қабырғаға жабысты. Қыз нөмірден шығып лифтке жүгірді, Айгүлді байқамады. Қандай қорлық. Мен не істеп тұрмын? Қабырғаға жасырынып бірнеше минут подслушиваю. Масқара. Деп өзін өзі сөгінді. Бірақ сезімі бойынша бұл подслушивание негізді еді. Мұндай сәйкестіктер болмайды. Алдымен ұшақта, сосын мен, енді дауыс. Немесе Айгүл есінен танып қалған, немесе қабырғаның ар жағында шынымен оның қайтыс болған күйеуі тұр. Егер тек Айгүл ғана Ерлан деп таныса, оны ақылынан адасқан деп айтуға болар еді. Бірақ Нұрлан да таныды. Балалар да алдау қиын. Кейбір балалар ойдан шығарылған достар ойлап табады, бірақ Нұрлан ондай емес. Егер ол бірдеңе көрдім десе, шынымен көрді. Айгүл коридордың соңындағы терезеге барып демалуға шешім қабылдады. Бірақ ұзақ демала алмады, нөмірдің есігі ашылып, ер адам шықты. Айгүл әрең үлгеріп терезеге бұрылды, өзін әлі байқатпау үшін. Терезе шағылысында ер адам нөмірді картамен жауып, лифтке беттеді. Айгүл лифтті күтпей, баспалдақпен жүгіріп түсті. Ол бірінші қабатқа ер адаммен шамалас жетті. Оған қарап тұрды. Артық салмақты алып тастаса, басындағы бірнеше ақ шашты жасырса, нағыз Ерлан. Ол майка мен шорт киген, сондықтан Айгүлге сыртқы белгілері бойынша қайтыс болған күйеуін тану қиын болмады. Ол 10-15 метр қашықтықтан соңынан жүрді. Бұл слежканың мақсатын түсінбесе де, бір нәрсе оны алға итермеледі. Ер адам барға жетіп коктейль алды да бар стойкасына отырды. Айгүл детектив ойынына қызығып кетті. Ол кофтасының жағасын көтерді, шашын шашыратты, кеудесінде ілулі тұрған күн көзілдірігін киді. Сосын барға барып, дауысын әдеттегіден төмендетіп, мохито тапсырыс берді. Ол оны 5 минутта ішті. Сол уақытта Ерланға ұқсас ер адам бірнеше рюмка текила ішіп, коктейльмен жуып жатты. 10 минуттан кейін ішімдік әсер ете бастады. Қызым, айтыңызшы, деді ол. Айгүл селк ете түсті, Ерлан дәл оған сөйлеп тұр екен. Барда басқа ешкім жоқ еді. Неге сендер, әйелдер? Деп тоқтап сөз іздеді. Қандай? Деп сұрады Айгүл төмен дауыспен. Қиынсыңдар. Мүмкін сізге солай көрінетін шығар. Бәрі әлде қайда қарапайым. Әйелдердің бірлігі ғой. Менің жағдайымды білмей тұрып, маған бірдеңе көрінеді деп айтасыз. Мен сіздің жағдайыңызды болжай аламын, деді Айгүл бос бокалға қарап. Ол бетін бұрғысы келмеді. Не деп болжадыңыз? Анық. Сіз қызыңызбен ұрысып қалдыңыз. Мүмкін ол сізден қашып кетті, оғаш сөйледі, ренжітті. Енді қолдау іздеп жатырсыз, біреу сен дұрыссың, ол жас және ақымақ, өмірден түк түсінбейді десе екен дейсіз. Айгүл подслушивание нәтижесін пайдаланды алмады. Өте дәл болжайсыз. Тіпті таңғалдым. Әйел интуициясы шынымен бар екен. Бірақ өкінішке орай. Неге өкінішті? Мен сізге сен жақсысың, қыздар жаман демеймін. Мүмкін сіздің қызыңыз шынымен ақымақ шығар, бірақ сіз одан ақылды емессіз. Дегенмен сіз батылсыз. Кешіріңіз, ренжіткім келмеді. Айгүл өзінің грубостыққа ауысқанын байқамады. Жоқ, түсіндіріңізші, не айтқыңыз келеді? Айгүл күрсінді де, Ерлан сияқты еркектер туралы шынымен ойлайтынын айтуды шешті. Еркектерді ешкім жас және ақымақтарды таңдауға мәжбүрлемейді. Өздері ақылды, жетілген әйелдерден кетеді, сатқындық жасайды, сосын маған тек ақша керек деп шағымданады. Сіз мені ашық кітап сияқты оқисыз. Бірақ гормондар бар ғой, олар бізді жасты таңдауға итермелейді. Бұл ақымақ сылтау. Инстинкттерді ұстау және бақылау қабілеті маймылдан адам жасады. Сіз адамсыз ғой. Әрине.
Ендеше гормондар туралы ертегі не үшін? Дегенмен артық сөйледім шығар. Жоқ, мен өзіңіз сұрадым ғой. Тағы бір сұрақ. Егер соншалықты ақылды болсаңыз, маған не істеу керек? Білмеймін. Гормондарыңызды ұстауды үйреніңіз. Дегенмен ойымша, ертең немесе бүрсігүні сіздің жас серіңіз қайтады. Онымен не істеу сіздің таңдауыңыз. Мен психолог емеспін. Мүмкін жіберіп қойыңыз. Айгүл бұл әңгіменің мақсатын түсінбеді. Бірақ Ерланға тартылатын бір күш оны кетуге қоймады, сөйлесуді жалғастыруды талап етті, тіпті разоблачение қаупі болса да. Тыңдаңызшы, біз ешқашан кездесік пе? Деп сұрады ер адам дәл Айгүл разоблачение туралы ойлаған сәтте. Ойламаймын. Мен мұнда алғаш рет. Даусыңыз өте таныс. Біреумен шатастырған шығарсыз. Айгүл есін жиып тез кетуді шешті. Жақсы, жеке өміріңізде сәттілік. Маған кету керек. Кездесерміз әлі. Ол бардан шығып лифт шақырды. Разоблачениеден құтқарғаны Ерланның мас болғаны еді. Енді ол бұл еркек Ерлан емес деп ойламады. Егер алдыңғы әңгімеге дейін мүмкін ұқсас ағасы бар шығар деген ой болса, қазір жоқ. Интонация, көзқарас, дауыс, манера. Әсіресе мас болғандағы мінез құлқы бұрынғыдай. Дебош жасамайды, жай сөйлегіш болады. Қыздармен қарым-қатынасы да өзгермеген. Біреумен ұрсып, бірден басқасымен Айгүлмен сөйлеседі. Енді Айгүл не істеу керектігін шешу керек еді. Ашылу керек пе? Не үшін? Не қалады? Деп сұрар еді Ерлан. Жай ғана көзіне қарау үшін бе? Ол көздерде жылдар бойы не көрмеді. Бірақ екінші жағынан қызығушылық үшін. Неге ол оған осылай жасады? Шынымен басқа отбасыға кеткісі келді ме? Сонда жай ғана тастап кете салар еді ғой. 3 жыл бойы қинап, сағынып, шексіз жылауға мәжбүр етті. Қандай подлец? Айгүл нөмірге кіріп жатып осыны ойлады. Ол өзінің реакциясының өзгергенін байқамады. Ұшақта дірілдеп, истерика ұстап жүгіргісі келсе, қазір толық тыныш және сенімді. Ерланға тез арада өзін танытқысы келмеді. Айгүлді қызығушылық қинап тұрды. Ерланның бұрынғы өмірінен біреу оның тірі екенін біле ме? Қазір оның аты кім? Әуежайдағы қызметкер оны жолаушылар тізімінде таппаса, бұл қалай болады? Осы ойлардан кейін Айгүлде 2 нұсқа қалды. Біріншісі, қуану адам тірі қалған, қайтыс болмаған. Өмірді тыныш жалғастыру, жиі демалу, өзін еркелету. Бірнеше жылдан кейін олына, әкем отбасыдан кетіп қалған, ешкім қайда екенін білмейді деп айту. Баланың психикасы үшін қайсысы нашар? Әкесінің қайғылы өлімі туралы қайғы ма, әлде әкесінің сатқындығына ренжу ме? Айгүлге екінші нұсқа қолайлырақ көрінді. Ақыры ол өзін басқа еркекпен алмастыра алады, Нұрланға әкесінің орнын толтыратын адам табылады. Екінші нұсқа. Ерланмен кездесу, енді жасырынбай. Сонда ауыр әңгіме, түсіндіру, ақталу болады. Мүмкін тағы бір пассиясымен бетпе-бет келу керек шығар. Ең қауіптісі Айгүлдің сезімдері қайта оянып, Ерланға деген махаббатты қайтаруы мүмкін. Бірақ Айгүл мұндай нұсқаны бірден бас тартты. Бір нәрсе қайғылы өлген күйеуге қайғыру, бақытты сәттерді еске алу. Басқа нәрсе алдында өтірікші, опасыз, жәдігөй тұрғанын көру. Мұндай адамға қандай махаббат болуы мүмкін? Айгүл қай нұсқаны таңдарын шеше алмады. Ол ұйықтап жатқан Нұрланға қарап, оны жақсылап жауып, терең күрсінді. Келесі күні Айгүл мен ұлы әдеттегідей жағажайға жиналды. Ауа райы жақсарды, сондықтан тезірек барып, лежактарды алу керек еді. Бұл Қара теңіз жағалауындағы қонақ үйдің жеке бөлігі болғандықтан, Краснодар өлкесінің курорттарындағыдай үлкен кезек жоқ. Бірақ жақсы ауа райында лежактар тез толады. Айгүл айна алдында тұрып не киетінін шешті. Қауіпсіздік үшін басқа күн көзілдірігін алды, бетінің жартысын жабатын, өте кең. Қосымша үлкен шляпа киді.
Ол тек күннен емес, қорғанып тұрды. Егер Ерлан дәл астында тұрса, кездейсоқ кездесу ықтималдығы жоғары. Айгүл әлі де бұрынғы күйеуіне жақындау керек пе, жоқ па деп шеше алмағандықтан әзірге конспирацияны сақтауды шешті. Жиналып болған соң, Нұрланның қолынан ұстап, лифтке беттеді. Кабина бірнеше минуттан кейін ғана келді. Бүгін таңертең барлық қонақтар жағажайға шықты ма? Деп ойлады. Айгүл мен ұлы лифтке кірді. Кабина төменгі қабатта тоқтап, есік ашылды. Ішке боялған шашты қыз кірді, Ерланның сол серігі. Бұл жолы ол телефонсыз, Сочиге ренжіген бетпен тұрды. Қанша күтемін әлі? Көбейіп кеткенсіңдер, лифтті де басып алған, деді ол, жағымсыз дауыспен. Қызым, өзіңіз не істеп тұрсыз? Лифт барлық қабатқа бір, қонақтар көп. Мен де сіз сияқты күттім, деп тыныш жауап берді Айгүл. Маған қанша күткенің маңызды емес, деді қыз стервозды көзқараспен Айгүлді сүзіп, ескі киімге ұқсатты. Айгүлді бұл сөздер ашуландырмады. Ол одан жоғары тұрғанын сезді, жауап ретінде кемсітуге түспеді. Тек Нұрланның құлағын жауып, үнсіз бірінші қабатқа дейін жетті. Қонақ үй холлында ажиотаж болды. Стервоз қыз бірден адамдар арасында жоғалып кетті. Айгүл қуанды, өйткені ол Ерланға бара жатқан шығар. Жағажайға жеткенде Айгүл екі рет дұрыс болғанын түсінді. Кеше-кешке қыз Ерланға қайтатынын айтқан, бірақ одан да тезірек болды. Қыз шынымен жағажайға, Ерланға бара жатқан. Оның міндеті бос лежактар табу сияқты. Айгүл абайлап бос лежактарға жетті. Оның конспирациясы бар болғандықтан қорқатын ештеңе жоқ еді. Ол асықпай орналасты, Нұрланға күннен қорғайтын крем жақты да, лежаққа жатып, қызықты бірдеңе болуын күтті. Күткен уақыты ұзаққа созылмады. Қыз бірден Ерланды сөгіп бастады. Сен маған теңізге жақынырақ жер таба алмадың ба? Деп ашуланды ол. Бұл ең жақын жерлер. Теңізге жақынырақ болу үшін ерте тұру керек, сағат 11-де ұйқыдан тұрмайсың ғой. Ой, кім айтып тұр? Кеше сағат 2-ге дейін ішкен кім? Мен ұйықтамадым, сені күттім, сондықтан ерте тұра алмадым. Мен саған еске саламын, қымбаттым, кеше сен менің қасымнан кетіп қалдың. Сен 2 сағаттан кейін нөмірге қайтып келеді деп қайдан білейін? Бұл саған сабақ болады, мені жоғалтудан қорқасың. Ерлан ештеңе деп жауап бермеді, бірақ қыз тоқтамады. Мен оған жақсылық жасап тұрмын, барлық өкпені ұмытамын, өтіріктеріңді, қорлықтарыңды ұмытамын. Сен мені қашан қорладың? Ал бұл демалыс қорлық емес пе? Бұл қорқынышты қонақ үй. Бүгін қанша күттім сол лифтті, білесің бе? Қандай бір тасталған анамен бірге түстім. Осы сөздерден кейін Айгүл жұптың ұрысын тыңдауды тоқтатты. Ол шляпасын шешіп, басын төмен түсірді. Бірақ дауыстар әлі де жетіп тұрды. Сен қашан мынадай қатыгез болуды тоқтатасың? Деп тыныш жауап берді Ерлан. Сен қашан мынадай болуды тоқтатасың? Қарашы өзіне, кімге ұқсайсың? Айгүл абайлап басын көтеріп Ерланға қарады. Өзі де қызығып кетті, ол кімге ұқсайды екен. Бұрынғы күйеуінің бетіне қарағанда аздап шошып кетті. Ерлан бозарып кеткен, көздері қашқақтап, қолдары бағынбай тұрғандай. Кеше барда ұзақ отырғаны рас екен. Дариға, маған жату керек, деді. Ерлан да ес-түссіз жатып қалды. Еркеш, деп айқайлады қыз. Саған не болды? Көмектесіңдерші. Қыздың ренжігені бірден қорқынышқа айналды. Бетінен шынайы үрей байқалды. Оның қорқуының себебі түсініксіз. Сүйіктісін жоғалтудан ба, әлде оны асырап отырған әмиянды жоғалтудан ба? Бірақ Ерлан үшін бұл қорқыныш мағынасыз еді. Дариға тек айқайлап тұрды, нақты көмек көрсетпеді. Сонда Айгүл лежактан тұрып Ерланға жүгірді. Ол тынысын және пульсін тексерді. Ерлан тыныс алып жатыр. Бірақ пульсы әлсіз. Зонт әкеліңдер, күннен жауып қою керек, деп бұйырды Айгүл. Қандай зонт? Не үшін? Деп таңғалды қыз, бірақ төтенше жағдайда ойлану қабілеті төмен екенін көрсетті. Жай ғана ательге барып дәрігер шақыр, тез. Қыз ательге жүгірді.
Айгүл бірінші көмекті өзі көрсету керек екенін түсінді. Жағажайдағы басқа адамдар тек қызығып қарап тұрды. Айгүл Ерланның аяғын тізеден бүгіп, бүйіріне аударды, басын артқа қайырды тыныс жолдарын ашу үшін. Сосын теңіз жақтағы лежақтардан күннен қорғайтын зонт алып, Ерланның қасына қойды. 30 секундтан кейін ер адам есін жиды. Ол баяу көзін ашып Айгүлді көрді. Ол көзілдірікпен шляпасыз тұрған еді. Айгүл, сенсің бе? Деп тұрғысыз сұрады Ерлан. Иә, деді Айгүл, конспирацияны мүлде ұмытқанын түсініп. Сол сәтте Дариға дәрігермен бірге қайтып келді. Дәрігер Ерланға жақындап бірден иекті, пульсін тексерді де Дариғаға қарап. Бәрі жақсы, қарапайым естен тану. Қатты ыстықтан болған шығар. Қазір оны салқын бөлмеге апарып демалдыру керек. Мен оны қалай апарамын? Деп таңғалды қыз. Өзім барамын, деп сыбырлады Ерлан тұрып айналасына қарады. Ол Айгүлді іздеген шығар, бірақ ол тез шляпа мен көзілдірік киіп көзден таса болды. Ерлан қызымен бірге отельге қайтты. Айгүл жағажайда қалып жатты. Жағдай тіпті күрделене түсті. Ерлан оның өзін көргенін біледі, бірақ сөйлесе алмады. Немесе ол естен танған кездегі бір рет болды, немесе іздей бастайды. Ерланмен қайта кездескісі келу ниеті түбегейлі жоғалды. Ол телефондағы Нұрланға қарап, ұлының реакциясын ойлады. Ерлан ұлын көргісі келеді, мүмкін тәрбиесіне қатысқысы келеді. Бүгінгі оқиға оған бір нәрсені жақсы көрсетті. Тәжірибелі, ойлы әйелдермен болған дұрыс па, әлде ақымақ әрі ақшақұмар қыздармен бе? Айгүл Ерланның өміріне қайта оралуын қаламады. Немесе қатты қорықты. Әсіресе Ерлан кешірім сұрап, өкініш білдірсе. Айгүл жүрегі жұмсақ әйел еді, көп нәрсені кешіре алар еді, бірақ опасыздықты кешіру оған да ауыр еді. Айгүл заттарын жинап, ұлымен бірге қонақ үй кафесінде түскі ас ішуге барды. Әр отырған еркекте Ерланды көргендей болды. Алаңдаушылықтан тамақ дұрыс түспеді. Ол Нұрланның қолынан ұстап нөмірге қайтты. Төсекке жата бергенде телефон қоңырауы шықты. Телефон жағажай сөмкесінде жатыр еді, Айгүл оны таба алмады. Сол кезде есік қағылды. «1 секунд күтіңіз», деп айқайлады ол, телефон іздеуді жалғастырды. Бірнеше секундтан кейін телефон өшті. Есік қайта қағылды. «Не болды?» «Күтіңіз деді ғой», деп ренжіп есікке барды. Есікті ашқанда коридорда Ерлан тұрды. Айгүл бірден есікті жапты. «Айгүл, тұршы», деді Ерланның дауысы. Айгүл бірнеше секунд тұрып ойланып қайта ашты. «Қалай таптың мені?» «Тіркеу стойкасында Айгүл деген атпен нөмір сұрадым». «Мен саған әйел емеспін», деп қатты жауап берді Айгүл бұрынғы күйеуінің тапқырлығына. «Мен сенің қазір не сезіп тұрғаныңды түсінемін. Бірақ сөйлесейік. Өтінемін, маған түсіндіруге мүмкіндік бер. Ештеңе түсінбейсің. Балам естиді. Онда кешке, сағат 10-да қонақ үй барында кездесейік. Жарай ма? Өтінемін, кел». Қызығушылық Айгүлде жеңді. Жарайды. Айгүл есікті жапты. Енді бұрынғы күйеуімен сөйлесуге моральдық дайындық керек еді. Бірақ қалай дайындалу керектігін білмеді. Әңгімеге дейінгі уақытта ол өзін таба алмады. Ерлан не айтады? Қандай әңгіме ойлап табады? Оның сөздерінің бірде-біреуіне сенуге бола ма? Осы сұрақтарға жауап таппады. Біреуі ғана шешім қабылдады. Қатал болу, сентименталды болмау, естігеннің бәріне сыни көзқараспен қарау. Осы оймен Нұрланды ұйықтатып барға беттеді. Бардың тереңінде музыка нашар еститін столикті таңдады. Отырып күтті. 10 минуттан кейін кіре берісінде Ерлан көрінді. Айгүл оған белгі бермеді. Ерлан барды мұқият аралап ең алыс столикке жетті. «Қайырлы кеш, Айгүл», деді кінәлі дауыспен. «Көрдік қой», деп қысқа кесті Айгүл. «Сен бірдеңе тапсырыс бердің бе?» «Жоқ». «Сен ішуге келдің бе?» «Осылай сөйлесу жеңілірек болады. Мен қазір». Ерлан барға барып, 2 коктейль тапсырыс берді де столикке әкелді.
Дәрігер ішуге рұқсат етті ме? Омарықтан кейін күткен дұрыс шығар. Алкогольсіз алдым. Айтпақшы, бүгін жағажайда көмектескенің үшін рахмет. Егер сен болмасаң, ол дәрігер шақырмас еді. Ештеңе емес. Өз денсаулығыңа неге қарамайсың? Пахмелиядан кейін ыстыққа шыққан. Соңғы кезде өзімді күтуді қойдым. Әлі де абай болу керек шығар, 18-де емеспін ғой. Рас, өйткені сен көптен қайтыс болғансың. Өлі адамға денсаулық не керек? Ерлан ауыр күрсінді. Қазір сөйлеймін, бірақ өтінемін, сөзімді бөлме. Тыңдашы. Мен тырысамын. Жалпы 3 жыл бұрын маған қауіп-қатер келе бастады. Біздің фирма өте байыпты ұйымның жолына түсті. Бәрі жаңа жоба не банк үшін несие алудан басталды. Банк мұндай шартпен бермейтін, сондықтан сол күмәнді ұйымға жүгіндім. Келісім шартқа қол қойдық, есепшотқа үлкен сома аударды. Бірақ таңдаған мердігер міндетін орындамады да жоғалып кетті. Кейін олардың өкілдері оны Кипрде көргенін айтты, бірақ мәселе онда емес. Мен несие берушіге бардым, жағдайды түсіндірдім. Бірақ ешкім тыңдамады. Маған 1 ай ішінде қарызды қайтаруды бұйырды. Полицияға бардық, бірақ олар ештеңе істей алмайтынын айтты. Ұйымда мердігерге ресми емес жұмыс істеген. Содан бері маған қоңырау шалып, электрон поштаға хат жібере бастады. Үйге келеді деп қорқатынмын. Ақшаны қайтаруды талап етті. Бірақ 1 айда қайдан табам? Қауіп-қатер күн сайын күшейді. Мен Сібірге кетуді шештім. 2 апта жүрген соң қайтуға жиналып жатқанмын. Бірақ демалыс үйінің күзетшісі маған спорттық денелі жастар тобы мені сұрап келгенін айтты. Мен олар мені тапқанын түсіндім. Қашатын жер жоқ еді, олар мені қуып жетер еді. Әуежайда, вокзалда, тіпті демалыс үйінде де. Мен абдырап қалдым, өмірім аяқталғандай көрінді. Есімде, орманға қашып кеттім, керемет байланыс тауып, Әлібек Әбдірахманұлына қоңырау шалдым. Ол сөзімді бөліп, сен мені іздегеніңді, қайда екенімді сұрағаныңды айтты. Өкінішке орай, сені хабардар ете алмадым деді. Мен бәрін айттым. Сол кезде біздің жоспар туындады, Байкалда өлімді инсценировать ету. Біз жиі снегоходпен жүретінбіз, сол үшін ұстадық. Мен сол жердегі компания қызметкерлеріне өлімім туралы хабар тарату керектігін, құтқарушылармен мәселені шешу керектігін айттым. Әлібек Әбдірахманұлы фирма бойынша хабар таратып, саған келуі керек еді. Қалайша? Деп сыбырлады Айгүл. Мен өмірімді құтқардым, тек өзімдік емес. Олар біз арқылы маған қысым жасай алар еді. Ерлан коктейлін бір жұтты да жалғастырды. Әлібек Әбдірахманұлы саған көмектесетінін уәде етті. Ол көмектесті. Иә, кем дегенде солай. Кем дегенде солай. Сен ойлайсың ба, қандай да бір ақша мұра менің қайғымды жеңілдете алады. Мен 3 жыл өмір сүрмедім, түсінесің бе? Бұл менің осы уақыттағы алғашқы демалысым. Маған өкінішті, бірақ басқа таңдау болмады. Түсін, сендермен бірге шетелге етуге болар еді, сол жерде жасырынуға. Неге ең қатыгез жолды таңдадың? Олар шетелден де тауып алар еді. Әрі мен сондай жағдайда едім, ешқайда үлгермейтінмін. Мені қабырғаға қысып қойған. Сен бірде мәселелерің туралы айта алатын едің, сындыратын нүктеге жеткенше күтпей. Мен сені жүктемегім келмеді. Бізде кішкентай бала бар еді, саған артық қорқыныш керек емес еді. Бала туралы есіңе түсті ме? Соңғы жылдары қанша рет көрдің оны? Мен бұл 3 жылда ұлымның қаншалықты жетіспейтінін түсіндім. Қалайша сен әрқашан құрғақ шығасың? Ренжіген, әлсіз. Деп таңғалды Айгүл. Мен жақсырақ болғысы келдім, жүктемегім келмеді. Бірақ егер ұлыңды сағынған болсаң, неге тірі екеніңді хабарламадың? Мен мұны істей алмадым. Қауіп әлі бар еді. Мен қалаға мүлде келмеуім керек еді. Қоңырауларды да тыңдауға болатын. Әрі мен сол жақтан қоңырау шалсам, сен қалай реакция жасайтыныңды елестете алмадым. Өте асылдық әйелді 3 жыл траурда қалдыру, кішкентай балаңмен бірге.
Мен сен мені тез ұмытатыныңа үміттендім. Біздің қарым-қатынасымыз сол кезде идеалдан алыс еді. Қызық, кімнің кінәсінен? Мен кінәлімін, соның ішінде біздің қарым-қатынаста болған нәрселерге де. Енді не істеуім керек? Қуанып мойныңа секіруім керек пе? Ирония жасама. Маған шынымен ауыр. Жақсы, әрі қарай не болды? Әрі қарай 2 жыл үздіксіз қашу болды. Фамилиямды ауыстырдым, әр түрлі қалаларда тұрдым, бірақ еш жерде өзімді таппадым. Үлкен жеңілдікпен сол қаржылық ұйымның жойылғанын, басшылығы, қызметкерлері мен высший балаларының тұтқындалғанын білдім. Мен бірден қайтып келдім, ескі байланыстар арқылы жаңа аштым. Пайда аз, бірақ өмір сүруге болады. Сен мені есің алдың ба қайтып келген соң? Есімде бірнеше рет. Бірақ мен сен мені ұмыттың деп сенімді едім, сондықтан хабарламадым. Мен шештім, бұрынғы Ерлан Краснов жоқ, енді жаңа Ерлан Белов бар, жаңа іспен және қайта жеке өмірмен. Фамилияңды Красновтан Беловқа ауыстырдың ба? Символды көрінеді, оригиналды деп күлді Айгүл. Мен кейде сенің күлкіңді есімде сақтайтынмын. Тоқтат. Мұнда зардап шеккен күйеумен әке ойнама. Мен кінәлімін. Мен толық ақымақ болдым. Жақсы, мойындағаның жақсы. Бірақ өкініштерім менің жылдар бойғы қайғымды жоймайды. Сен маған не үшін сөйлескің келді? Біріншіден, түсіндіргім келді. Екіншіден, кешірім сұрадым. Яғни, сен ауыр әңгімеңді айтып, қауіп-қатер туралы, таңдау болмағанын айтып, мен әсерленіп, опасыздықтарыңды, сатқындықтарыңды кешіремін деп ойладың ба? Ерлан жауап таба алмады. Бос бокалына қарап келесіге баруға жиналды. Ол тұрды да қайта отырды. Не болды? Деп ойлады Айгүл, тағы естен танып қалды ма деп. Қатты айқайла, ештеңеге назар аударма, ештеңе тыңдама деді Ерлан. Айгүл алғашында түсінбеді, бірақ бірден столикке Дариға келді. Міне қайдасың, скотина. Барда әйелдермен жүргеніңді білдім. Деп қатты айтты да Ерланға шапалақ салды. Дариға, сен бәрін қате түсіндің. Мен сені көптен түсіндім. Сен еркек емессің, мені қамтамасыз ете алмайсың, әрі басқа әйелдерге жүгіресің. Дариға Айгүлге қарады. Ал сен балаңмен бірге. Сен оны пайдаланғың келеді, ақымақ. Дариға, тоқтат. Жоқ, жалғастырсын деп сөйлесуге қосылды Айгүл. Қандай дрянсың? Әлі де дерзит етесің. Дариға Айгүлдің шашынан ұстағысы келді, бірақ Ерлан дер кезінде тартып қасына отырғызды. Мені өткіз. Қазір. Тыныштал деп қатты айтты Ерлан. Ол ештеңеге кінәлі емес. Ол кінәлі, ол басқа еркектерді тартады. Әбден дұрыс айтасыз деп қызды провокациялады Айгүл. Мен дәл осы үшін келдім, сіздің қымбатты еркектеріңізді тарту үшін. Сондай адал, берілген, шыншыл адамды қазір табу қиын. Міне, сіз бақытыңызды ұстай алмадыңыз, менімен тең емес күресте. Ал сен қайда барасың? Деп Ерлан бұрынғы әйелін тыныштандырғысы келді. Мені өткіз. Шашын жұлып аламын. Деп айқайлады Дариға. Жетет. Дариға, бұл менің бұрынғы әйелім. Қыз бірден тынышталды. Әйелі. Сол көп жыл бұрын тастаған әйелің бе? Иә, деді Ерлан ыңғайсызданып көзін жасырғысы келді. Көп жыл бұрын кеткен. Айгүлге мұндай формулировка қызық көрінді. Мен айтар едім, құлады. Жоқ, одан да жақсырақ. Ерлан ештеңе демеді. Әрине, жаңа қызына барлық шытырман оқиғаларын айтпаған. Күте тұр деп таңғалды Дария. Ал лифтте көрген бала. Ол сенікі ме? Менікі? Сенде балалар жоқ деп айтқан едің ғой. Өтірік айттым. Дариға біраз үнсіз қалды, естігенін қабылдауы керек еді. Уайымдамаңыз, деді Айгүл тыныш дауыспен. Ол балаға аз қатысты. Тек биологиялық тұрғыдан. Бала кесін дерлік ұмытқан, сондықтан ол шынымен өтірік айтпаған деп санаңыз. Айгүл. Деп ақталуға тырысты Ерлан. Қалай, бірден түсінбедім?
Әйелін де баласын да тастаған. Сен мені де солай тастайсың. Бәрі мен сені көргім келмейді. Қош бол. Дариға орнынан тұрып бардан жүгіріп шықты. Ерлан соңынан жүгірді. Айгүл өзінің жартылай ішілмеген коктейлімен жалғыз қалды. Бір апта бұрын осы демалыс қалай аяқталады деп ойлады ма? Мұндай демалыстан кейін тағы бір демалыс керек шығар, сонша оқиғаны ұзақ ойлануға тура келеді. Бірақ іштей қуанды. Біріншіден, Ерлан тірі. Иә, ол подлец, опасыз, өтірікші, бірақ тірі. Екіншіден, бұрынғы траур кезеңі аяқталды. Енді Нұрланға әкесі туралы айту сияқты жаңа қиындықтар болады, бірақ бұл жай тұрмыстық мәселелер, трагедия емес. Кем дегенде Айгүлдің өмірі бұрынғыдан әлде қайда қызықты болады. Сондықтан қыздың айқайына, қорлықтарына, шашынан ұстағысы келгеніне мән бермеді. Ол жаңа кезең басталғанын түсінді, ескі өмірге қайту жоқ, тіпті естеліктерде. Айгүл тұрып, баяу бардан шықты. Таза ауамен серуендегісі келді. Қонақ үй ауласында ешкім жоқ, бәрі нөмірлерде немесе барларда, мейрамханаларда. Жылы қара теңіз ауасын жұтып, Айгүл өзін еркін сезінді. Траурлық бұғаулар сынды. Ол шағын скверге барып, орындықта отырған Ерланды көрді. Бетіңнен қарағанда, оны қуып жете алмағаның байқалады, деді Айгүл отырып. Жеттім, бірақ ол бұл жолы мәңгілікке кеткен сияқты. Қазір нөмірден заттарын шығарып жатыр. Неге саған бұл балалар бақшасы керек болды? Сендерде бір минутта болмады, ұрыспай. Білмеймін, бір нәрсе ұстап тұрды. Ол жас. Менге жас энергия, көңілділік керек болды. Повеселился және жететтеп қолын сермеп жауап берді Ерлан. Тыңда, мен сені ұрысқым келмейді. Сен өзің туралы бәрін білесің. Бірақ айтшы, өзіңе өзің аямайсың ба? Не айтқың келеді? Қарашы, сен өмір бойы бір жерге жүгірдің, ақшаға жетуге тырыстың. Өміріне қауіп төндірдің, сондықтан өліміңді инсценировать еттің. Бақытқа жетуге тырыстың, осы наивті, айқайшыл қызды алдың. Сен әлі қарт емессің, бірақ пахмелядан омырыққа түсесің. Бұның бәрі не үшін? Қайда жеттің? Соңғы жылдар мен өзіме осы сұрақты қойып, бірақ әр жолы банальды сылтаулармен қашатынмын. Ақша. Олар ешқашан көп болмайды, еркіндік береді, қауіпсіздік. Шынында керісінше болды. Қарым-қатынас, жаңа энергия, жас қан, өмір күші, қуаныш. Мұнда да дәл емес. Мен толық жоғалдым. Өзіңді осы жағдайға өзің әкелдің. Өзіңді жоғалттың, енді өзіңді аяп жатырсың. Бірақ дұрыс емес аяу. Өзін өзі аяу жойғын. Одан пайда жоқ, керісінше тереңірек көмеді. Продуктивті аяу былай болуы керек. Менің қателіктер мені ауыр жағдайға әкелді, бірақ мен жеткілікті күштімін, керімді қайта қарап, бәрін қайта құруға тырысам. Иә, шамасы солай. Айгүл өзінің Ерланға деген ашуының қайда кеткенін байқамады. Ол әлсіз, сенімсіз, бірақ зиянсыз адамды көрді. Оған көмектесі келді. Бір сәтте ол сезімдері оянған ба деп шошып кетті, ол осыдан қорыққан еді. Бірақ жоқ, аяушылық пен махаббат екі бөлек нәрсе. Кейде оларды ажырату қиын, бірақ Айгүлде нағыз аяушылық болды. Рахмет саған. Не үшін? Барда сөйлескенде бір сәтте сен маған шапалақ салып, жүгіріп кетесің деп ойладым. Оны істемегенің үшін рахмет. Менде ондай ой болды, деп күлді Айгүл. Бірақ қызығушылық жеңді. Тыңдашы, қалаға қайтып келуге қорықпадың ба? Саған көп таныс, достар бар еді. Біз Нұрланмен де сені байқауымыз мүмкін еді. Мен қалада емес, маңындағы коттедж поселкесінде тұрдым. Орталыққа шықпадым, жұмысты қашықтан істедім. Қалаға тек машинамен шықтым. Имиджімді түбегейлі өзгерттім, фамилиямды ауыстырдым. Осы жеткілікті деп ойладым. Шынымен де саған дейін конспирация сәтті болды. Бірінші кездесуде де сәтті болды. Егер Нұрлан болмаса, мүмкін біз мұнда отырмас едік. Ол мені таныды ма? Иә, мен күтпегенмін. Ол ұмытқан шығар деп үміттендім. Ерлан ауыр күрсінді.
Айгүл, мен онымен кездескім келеді. Не үшін? Мен оған толық әке бола алмайтынымды түсінемін. Бірақ оны көргім келеді. Сен айттың ғой, бәрін қайта құруға болады. Маған осы мүмкіндікті бер, өтінемін. Айгүл жауап таба алмады. Мүмкін қазір, Нұрлан әлі кішкентай, переходный жасқа жетпеген кезде әкесін отбасына қайтарудың уақыты. Бірақ ол мұндай шешімге батылдыққа бармады, ол Нұрланды жалғыз тәрбиелеуге үйренген. Білмеймін. Оған бұл кездесу ауыр болуы мүмкін. Мен түсінемін. Мен максималды түрде корректті боламын. Жақсы. Бірақ былай жасайық. Мен таңертең оны дайындаймын, саған ескертемін. Сосын кездесеміз, аз сөйлесеміз. Кездесуден кейін онымен жалғыз сөйлесемін. Егер ол сені қайта көргісі келсе, әрі қарай не істеу керектігін қараймыз. Әрине. Ертең сағат 11-де қонақ үй кафесінде. Тек ұмытпа. Нұрлан үшін сен саяхатшы, жаңа жерлерді зерттеуші. Қызық ойлап тапқансың. Жақсы, түсіндім. Айгүл қоштасып нөміріне қайтты. Ол түні бойы аунап, ұйықтай алмады. Ертеңгі кездесу қалай өтеді? Нұрлан қалай реакция жасайды? Ерлан қалай ұстайды? Көптеген факторларды алдын ала болжау мүмкін емес. Немесе ұлы әкесін қайта көргісі келмейтін шығар. Осы ойлармен Айгүл будильниктің қоңырауына дейін жатты. Ол оны сағат 10-ға қойған жиналуға, Нұрланға бәрін түсіндіруге үлгеру үшін. Анашым, бүгін бір жерге барамыз ба? Деп сұрады бала, анасының макияж жасағанын қарап тұрып. Иә. Айгүл Нұрланға бұрылды. Ұшақта сені әке деп атаған жолаушыны есіңде ме? Есімде. Жалпы сен дұрыс айтқан екенсің. Ол шынымен сенің әкең болды. Қарашы, саяхатынан қайтып келді, тіпті Сочиге. Мен айтқам ғой. Мен айтқам. Деп қуанды бала. Бүгін оған барамыз. Ол сені көргеніне қатты қуанады. Мен де оны көргім келеді. Айгүл ұлының реакциясына қуанды, әкесі оған қызық. Демек, психологиялық тұрғыдан кездесу ауыр болмауы керек. Ол қайда болды сонша уақыт? Деп сұрады бала. Ол саған бәрін өз айтады. Уақыт жақындағанда Айгүл мен Нұрлан нөмірден шықты. Ол қатты толқып тұрды. Әлі кеш емес пе, кездесуді тоқтатуға болады ма? Жоқ, кері жол жоқ. Ол Нұрланға бәрін айтқан, кенет тоқтату дәл сол психологиялық жарақатта келеді. Олар қонақ үйдің бірінші қабатындағы кафеге жетті. Ерлан іште отырған. Бұрынғы әйелі мен ұлын көріп тұрып, алдарына шықты. Әке, деп қатты айтты. Нұрлан да алға беттеді. Қайырлы күн, балам менің. Деп құшақтады Ерлан ұлын. Айгүл бұрынғы күйеуімен амандасты. Үшеуі столикке отырды. Енді айтшы, қалай тұрсың? Деп сұрады Ерлан ұлынан. Қызық тұрамыз. Мұнда өте керемет. Мен анашыммен алғаш рет осындай тамаша сапардамыз. Жарайсың да. Мен сені үнемі есімде сақтайтынмын, деп әңгімелесуді жалғастырды бала. Айгүл таңғалып қарады. Рас па? Рас. Тек мен сені сұрағанда анашым ренжіп қалатын. Сондықтан оның алдында аз сұрадым. Жай ойладым сен қайдасың деп. Мама саған бірдеңе айтқан шығар. Ерлан көз жасын әрең ұстады. Мен алыста болдым, келе алмадым. Жұмысым сондай, әр түрлі қалалар, ауылдар, ормандар, көлдерді зерттеу. Қауіпті жерлер. Біз саяхатшылар отбасыларымызбен сирек кездесеміз. Неге жұмысыңды тастамайсың? Сонда біз сені жиі көрер едік. Біреу оны істеуі керек қой. Онда отбасы жоқтар істесін, оларды ешкім күтпейді. Ерлан эмоциясын ұстай алмады, телефон қоңырауы сияқты етіп туалетке жүгірді. Кейде еркектерде жылау керек, деді Айгүл ұлына. Қарашы, әкеңде қаншалықты ауыр жұмыс, демалыста да қоңырау шалып алаңдатады. Оған неге сондай жұмыс керек? Деп ренжіді бала. Әркімнің өз шақыруы бар. Бірнеше минуттан кейін Ерлан қайтып келді. Кешіріңдер, үзілуге мәжбүр болдым.
Біз дәл сенің ауыр әрі ұзақ жұмысың туралы сөйлесіп жатқанбыз. Ол саған ұлыңмен кездесуге мүмкіндік бермейді, деді Айгүл әңгімені негізгі тақырыпқа жақындатты. Жұмыс туралы? Сен білесің бе, Нұрлан, мен дәл қазір телефонмен жұмысымнан шықтым. Ура! Енді біз жиі кездесеміз, деп қуанды бала. Иә, сөзсіз жиі кездесеміз, деді Ерлан Айгүлге қарап. Егер анаң қарсы болмаса, әрине. Анашым, сен неге қарсы боласың? Деп таңғалды Нұрлан. Әрине, қарсы емеспін. Тек қаншалықты жиі кездесетіндерің көп жағдайда әкеңе байланысты. Мен мүмкіндігінше жиі кездесеміз деп уәде беремін, деді Ерлан ұлына беріп. Неге біз бұрынғыдай бірге тұра алмаймыз? Ерлан жауап таба алмады, бұрынғы әйеліне қарады. Айгүл қиын жағдайдан шығуға тырысты. Өйткені әкеңе жаңа өмірді біртіндеп бастау керек, жаңа жұмыс табу керек. Оған бізбен тұрақты болуға уақыты жетпейді. Сосын жұмыс тапқанда. Ол кезде не болады? Деп Нұрлан оларды тіпті ыңғайсыз жағдайға түсірді. Онда қараймыз, деп жалтарумен жауап берді Айгүл. Олар таңғы ас үстінде ұзақ отырды, демалыс, теңіз, саяхат туралы сөйлесті, өмірлері туралы айтып, болашақ жоспар құрды. Кафедегі таңғы ас аяқталмады, үшеуі жағажайға барды. Ерлан ұлына жүзу үйрете бастады. Олар бір-бірін жарты сөзден түсінетін. Анасымен оқу процесі ондай қызық болмайтын. Айгүл осының бәрін қарап тұрып, Ерланмен қарым-қатынасы жаңа басталған кездегі, Нұрлан дүниеге келгендегі уақытты есіне алды. Бұл жағымды ностальгия болды, бірақ тез өзін ұстады. Ерланның әрекеттерін, опасыздықтарын, сатқындықтарын ұмытуға болмайды. Олардың ұлымен тіл табысуы тамаша, бірақ дистанцияны сақтау керек, бір орынға қайта баспау үшін. Тіпті Ерлан осы уақытта қатты өзгерген болса да. Кешке қарай үшеуі қалада серуендеуге шықты. Сырттай қарағанда нағыз бақытты отбасы. Қараңғы түскенде қонақ үйге қайтты. Лифт жанында қоштасып, Айгүл мен Нұрлан нөміріне кірді. Әкеңмен болғаны ұнады ма? Деп сұрады Айгүл. Өте ұнады. Әр күн осылай бірге өткізгім келеді. Әр күн болмайды. Ертең ұшамыз. Қалай ертең? Әкеңмен бірге ұшамыз ба? Жоқ, ол кейінірек ұшады. Келесі жолы қалада кездесеміз. Тағы күту керек бе? Уайымдама, бұл жолы күту әлдеқайда аз болады, деп үмітпен жауап берді Айгүл. Анашым, неге бұрынғыдай бірге тұра алмаймыз? Мен саған түсіндірдім ғой, өмірде кейде ұнамайтын таңдау жасауға тура келеді. Әкең осы жолды таңдады. Бірақ бәрібір бәрі өзгереді, біз жиі сапарға шығамыз, әкеңмен жиі кездесеміз. Саған ұнайды. Жарайды, деп есінеп бала өз төсегіне кетті. Айгүл де жатты. Бірақ бірнеше минуттан кейін телефон қоңырауы шықты. Айгүл балконға шығып есікті жауып алды. Алло, Айгүл, сенсің бе? Деді Ерланның дауысы. Иә. Нөмірім қалған екен. Нұрлан қалай? Онымен сөйлестім бе? Сөйлестім. Ол қуанышты. Керемет. Ертең қайта серуендейік бе? Жоқ, ертең ұшамыз. Мен де ұмытып қалыппын, телефондағы еске салғыш сырап отал. Соншалықты тез. Мен 3 күннен кейін ғана. Ертең мүлде кездесе алмаймыз ба? Таңертең аз уақытқа, тек екеуміз. Нұрланға айттым ғой, келесі кездесу қалада. Оған бүгінгі күннен көп әсер алды. Байланысты біртіндеп орнату жақсырақ. Мүмкін сен дұрыс айтасың. Қайда кездесеміз? Қонақ үй ауласындағы скверде. Жақсы. Қайырлы түн, ертеңге дейін. Ұзақ ренжімеймін. Не үшін ренжу керек? Менің әлсіздігіме. Әлсіздік қылмыс емес. Сондықтан тыныш өмір сүр. Өте дана әйелсің. Мен ұйықтай алмадым, Нұрлан туралы, сен туралы ойладым. Есіңде ме, ол неге бұрынғыдай бірге тұра алмаймыз деп сұрады. Есімде. Кешке тағы сұрады. Мүмкін ол дұрыс шығар. Егер сен мені кешірсең, біз жақсы тіл табыстық, Нұрланмен. Неге бәрін басынан бастамасқа?
Сен қалайсың? Жоқ деп біраз үнсізден кейін жауап берді Айгүл. Бұл сөзді айту оған қатты ауыр тиген. Отбасылық бақытты қайтару мүмкіндігі қызықтырды, сезімдері қайта оянды. Ол өзін ұстады. Ол жағажайда өзіне берген ескертуді есіне алды, бір орынға қайта баспау. Асығыс шешім сол Грабли болуы мүмкін. Олардың қарым-қатынасы бірнеше күнде ғана басталды жаңа Ерланмен. Мұндайға байыпты қарым-қатынаспен бірге тұруға аз. Кешіру бір нәрсе, жаңа өкпе болдырмау басқа нәрсе. Ерлан қарсылық білдірмеді. Мен түсінемін. Сенің орныңда болсам, өзімді кешірмес едім. Бірақ рахмет осы үшін. Бастысы менің бас тартуым баланың әкесін қайта алуына әсер етпесін. Уайымдама. Мен ұшып келісімен келемін. Қонғанда жазып жібер, сосын байланыста бол. Жарайды. Сен де жоғалма бұл жолы. Айгүл нөмірге қайтуы керек еді, жинауға. Екеуі де қоштасып құшақтағысы келді, бірақ істемеді. Мүмкін жоқ деп айту Айгүлдің өміріндегі ең қиын таңдау болды. Ол бала кезінен бас тартпайтын адам болған, бірақ мұнда барлық сезімдерін жеңді. Осылайша ол өзін күшті сезімдерден тәуелсіз әйел екенін дәлелдеді. Бұрылып кетіп бара жатып, Ерлан оны шақырды. Тұршы. Тағы не? Айтшы, сенің бас тартуың мәңгілік пе, әлде маған әлі мүмкіндік бар ма? Өмір көрсетеді деп жауап берді Айгүл де, жылдам қадаммен қонақ үйге беттеді. Лифтте оның көзіне жас келді. Жоқ, бұл Ерланмен қоштасудың қайғысынан емес, бірнеше күннен кейін қайта кездеді. Бұл қуаныш жасы жаңа сезімдерден, жаңа өмір беттерінен. Осы демалыс күндері Айгүл өмірді басқаша қабылдауды үйренді. Эмоцияларын, сезімдерін басқаруды, ұлына әкесін қайтаруды, бірақ Ерланмен ойланбай, наивты қарым-қатынасқа түспеуді. Мұндай тепе-теңдікті тек дана әйел сақтай алады, және осы жылы жазғы күндері Айгүл дәл солай болды.